Қазақстан мен Оңтүстік Корея сауда-экономикалық байланыстарын кеңейтуде. Алматыда іскерлік кеңестің құрамына кіретін тараптар осымен 9-шы рет бас қосып, стратегиялық әріптестіктің жаңа бағытын талқылады. Күн тәртібіндегі басты тақырып баламалы қуат көздері. Кеңес отырысына екі елдің 90 бизнесмені қатысты. Өткен жылы Қазақстан мен Оңтүстік Корея дипломатиялық әріптестігінің 20 жылдығын атап өтті. Осы уақыт аралығында екі ел арасындағы тауар айналымы 120 есе өсіп, бүгінде 1 миллиард 200 миллион долларға жетті. 20 жылда Кореяның Қазақстан экономикасына құйған инвестицияларының жалпы көлемі 8 миллиард доллардан асып жығылады. Тиімді әріптестікті нығайтуда Қазақстан мен Корея іскерлік кеңесінің рөлі зор дейді сарапшылар. Іскерлік кеңес жұмысын бастағалы 5 миллиард долларды құрайтын 12 келісімге қол қойылды. Кеңестің негізгі мақсаты екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтып, инвесторлар мен екі елдің бизнесмендеріне жан-жақты қолдау көрсету. Қазір тараптардың бірлесіп игеріп жатқан жобаларының бірі 1300 мегаваттық Балқаш жылу электр станциясының құрылысы. Одан бөлек мұнай химия саласында айта кетуге болады. Бірақ бүгінде ең өзекті мәселе баламалы қуат көздері. Бұл 2017 жылы Астанада өтетін Экспо көрмесінің басты тақырыбы. Мұндай стратегиялық маңызды бастамалардың барлығы мемлекеттік органдар тарапынан жан-жақты қолдау тауып отыр. Мұнымен қатар таяу арада инвестициялық климатты жақсартуға бағытталған идеяларымыз екі елдің үкіметіне ұсынылатын болады. Қазір Қазақстанда Корея капиталының қатысуымен 800 мекеме жұмыс істейді. Іскерлік кеңестің ендігі мақсаты энергетика, медицина, машина жасау, қаржы, әлеуметтік және мәдени саладағы байланыстардың көкжиегін кеңейту. Асқар Серғалиев, Мереке Омаров, Хабар агенттігі, Алматыдан.